Chegou a hora. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ера бүгін Free Fire Battlegrounds'ын видеоны жалғастырамыз достар. Видеоның тақырыбынан көргендеріңіздей бүгін бізде өте қорқынышты видео болғалы тұр достар. Енді достар, біз бүгінгі видеода Free Fire'да шайтан бар ма жоқ па, және де шайтан киімдердегі шайтандардың белгілерін, және де эмоциядағы шайтан шақыратын эмоциялар, дәджал, және де Free Fire ойындағы жерге түскендегі шайтандардың тағы басқа заттардың бейнеленген жерлерді көрсететін боламыз достар. Ендеше достар, видео бастамашы давайте лайк басып, арнаға тіркеліп, қасына шыққан қоңыраушаны басып қойыңыздар достар. Қоңырауша не үшін десеңіздер достар, қоңырауша менің видеомды өткізіп алмау үшін, және де комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер достар. Және де тағы бір кеңесім достар, осы видеоны ақырына дейін көріңіздер. Өте қызықты видео болады. Және де осы видеодан кейін достар, Free Fire'ды өшіріп тастап, енді мен Free Fire ойнамаймын деп олай айтудың қажеті жоқ. Бұл бәрі өтірік достар. Просто бұл монтаж емес. Бұл шын жасалған, бірақ та Free Fire'ды көп адам ойнамасын деп барлық ойындарды солай жасап қойды. Кезінде Clash of Clans, PUBG, барлық атақты ойындарда дәл осындай заттар бар. Просто адамдар қатты беріліп кетпесін деп осындай заттар жасап қойған. Ендеше видеоны бастаймыз. Жеге ең бірінші осы жерден бастағанды жөн санадым. Так, осы жерде. Міне жеге. Көріп тұрғандарында не байқап тұрсыңдар жеге? Мына көріп тұрсыңдар ма міне? Шайтан жеге. Дәл осындай бір жер бар екен. Осыны тауып алдым достар. Қараңыз, ема неге ұқсайды? Екі көз тұр міне. Аузы, тістерін қараңдар жеге. Басы ұзын болып шықты тұр. Сақалы бар ема. Суда көздері. Достар, міне бізде келесі жер міне көріп тұрғандарыңыздай. Дәл осы қараңыздар, екі көзі былайынан тұр. Қолын былай созып тұр, мынау аяғы да. Осындай жеге міне, нәрсе де бар. Үстін қараңдар жеге міне, мындай жылан сияқты болып шығып тұр. Қараңдар, ема. Ішін яқты бар ма? Ема жеге, төрттеу. Арғы бетін бола ма жеге көрек. Ема достар, өзім қорқып түсіріп отыр. Мына бетінен көрмейді екен жеге. Сендер көріп тұрма, міне бар екен бұл бетінде де. Ема жеге, көрдіңдер ме? Енді біздер келесісіне кеттік. Достар, келесі міне көріп тұрғандарыңыздай, дәл осы жерде осындайдың үстіне міне көріп тұрғандарыңыздай міне тұрайын достар. Неге ұқсайды достар? Мына астын қараңдар. Ема достар. Шайтанымыз. Ал мынау үсті. Мынау ортасы, мынау басы міне жеге. Мынау басы, міне қолы. Қолы мына бетінде де бар. Міне. Ой, жеге. Міне басы қатынға көрініп тұр жеге. Мына қараңдар. Кішкентай шайтан. Құлағы тұр міне. Көрінер ме жеге? Ема қорқып кеттім. Мына үстінде. Мына бетке барып кеткен жеге. Міне. Дәу. Мына бетте тұр. Мына іштен мынау енді таза көрініп тұрған болар. Мына көзі тұр, мына көз тұр. Ал басы нәрді деген. Мына ерға дейін ұзын болып теңеу. Мына бір теңе екен достар. Міне, мына яқты да бар жеге. Міне яқты да бар. Так, мына яқты да бар жеге. Міне.
көзге ұқсайды. Ал денесі ниеті де бар. 3 минут. Қараңдар жей. Просто видео ұнаса давайте лайк басып анаға тіркеліп кетейік. Осындай видео шығарып көп шықсын десеңіздер, және басқа да қызықты видеолар шықсын десеңіздер, лайк басып анаға тіркеліп колокольчикті басып қойыңыздар жиі. Колокольчик мен үшін өте маңызды. Енді біздер мен қазір тағы да бір-екі жер іздеп көрейін. Бар болса болды, болмаса ары қарай басқа да мәліметтер өтеміз. Енді кеттік. Жеге мен мынаны бағана мына жерден де көріп қалып, қараңдар жеге барлық жерде бар, барлық. Бағана біз басқа жерінен түскен едік, басқа жер дәл бұл жерде де бар екен жеге. Мына бетінен көрсетейін сіздерге. Мына бетінен енді онша көрінбейтін. Бірақ мына жерлерде бар екен. Мен тағы да іздеп көрейін. Жеге мынаған мұқият қараңдаршы. Мына жерде не көріп тұрсыңдар? Мына басы жеге. Екі көз тұр мына жерде. Байқадыңдар ма жеге? Міне, көріп тұрғандар міне. Жеге мына тасқа қараңдар. Не байқадыңдар? Кәдімгідей адамның суреті тұр ғой жеге. Кәдімгідей адамның суреті тұр. Қараңдар міне, көзі, көзі. Мына жерінде бірдеңе тұр. Адам болады. Достар, енді мен бағана жерге қайта бара жатырмын. Енді көреміз. Мына жерде де тағы біреу бар екен. Осын көріп кетейік, үйге екен. Анаған барамыз қайта. Міне, байқап қойдым мен бар екен міне. Міне. Емаджи. Қараңдар, просто тұрған міне. Міне, ё-моё. Жеге просто тұр ане. Енді анаған барайық. Мына жерді көріп кете салайын жеге мен. Мен барлық жерді көріп жүрмін ғой, бар ма жоқ па? Мынау неге ұқсайды жеге? Міне тағы біреу. Мынау бір киімге ұқсайды. Бір бардағы бір киімге. Қараңдар жеге. Көрдіңдер ме? Ұқсайды да, иә? Бұяқтар қараңдар. Бұяқта қараңдар. Енді кеттік анаға барайық. Міне мен жеге келдім. Жеге қараңдар. Мына жерде біреу. Мына ортасында екінші. Мына үшінші. Ема жеге. Қараңдар. Просто. Мынаған қалай лайк баспайсың жеге? Міне ауызына дейін тұрған міне жеге, ауызына дейін. Көзі біреу ата тұрған. Достар, енді кезекті мен осы персонаждардағы суреттерді айтуды жөн санадым достар. Енді бұл ең алдымен келетін болсақ, мынау міне сіздерге мен склад өзім киіп көрсетейін достар. Басын тауып алайын там бірінші. Міне достар, басында не көріп тұрсыздар? Мына жерде көз бар. Көз көрдіңіздер ме достар? Бұл шайтанның белгісі достар. Көз. Бұл негізі жаман нәрсе достар. Бұл шайтан шақыру. Бұл негізі бұндай персонаж шығаруға болмайды достар. Бұндай персонажбен ойнауға да болмайды. Сондықтан сіздерге бұл персонажбен ойнамауды кеңес беремін. Және де достар, ондай заттар достар өте сұмдық бір зат бар достар. Ол әрине Firefox'тағы эмоция достар. Экранда көріп тұрған эмоция достар. Бұл шайтан шақыратын эмоция. Бұл шайтан шақыратын қимылдар. Дәл осы эмоция шынымен де шайтан шақырады достар.
любой нелерде дінде солай сондай нелер шайтан шақырады шынайы өмірде істелсе сол достар. Осындай көп нелерді гарена қосып жатыр. Және олардың ең бастысы ең көп батырдағы бәріңіз білетін достар, Аллах деген қоңыр қолының иығында Аллах деген жазуы бар персонаж болатын достар. Персонаж деп ғой, киім болатын. В общем, инкубатордағы достар, ол енді бәріңіз білетін шығарсыздар. Chegou a hora. Solta o Одан som. кейін ол барлығы оны көтеріліске шығып, одан кейін оны алып тастап, оның орнына дәл осындай суреттегендей қылып, в общем, осылай әйтеуір істеп қоя салған екен достар. Өте қызық болды ол кезде. Мен де өзім көрдім оны достар. Енді оны көп ютуберлер айтты. Chegou a hora. Достар, Solta o som. солт қоймады ғой. Енді тағы да бір не, бұл мына көріп тұрған киім достар. Бұл киімнің аты шайтан. Достар, көріп тұрғандарыңыздай шайтан киім. Және де мынандай шайтан Firefox та бар достар. Мына көріп тұрған мынандай кішкентай астында осындай бір заты бар, әйтеуір не екенін білмеймін достар. Және де достар, бағанағы шайтан киім қызыл болып тұр ғой, мына көрсетіп тұрғанда экран бетінде көріп тұрғандарыңыз, ол достар дәджал, шайтан емес, дәджал. Достар, неге десеңіздер, мынандай бір кішкене ғана видеороликке көріп өтейік. Бұл не үшін олай айтып жатқанымды сол кезде түсінетін боласыздар. Ақырына дейін көріп кеңес беремін достар. керек болады. Оны әл-Мәсіх дәджал деп атаған. Мәсіхтің тура мағынасы майланған, нұрланған, мұндағы мағына кірленген, яғни оның нұрсыз, мейірімсіз көрмейтін көзіне қатысты айтылған. Оның бір көзі соқыр, кепкен жүзім секілді. Дәджалдың бір көзінде қалың теріден болған перде бар. Екі көз арасында кәпір деген жазу жазылған. Ол сөзді жазалатын да жазалмайтын да әрбір мөмінгі оқиды. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам оны былай сипаттаған. Оның шаштары қалың, бұйра, аяқтары қисық, жүрісі оғаш, аласа бойлы, мығым денелі. Ол кәрі емес, жасы 30 бен 40-тың арасы. Терісі ашық қызғылт. Бойы ұзын емес, қысқа деуге болады. Соған қарамастан кең денесіне қарап, қуаттылығын бірден сезесіңдер. Бет әлпеті төрөкі, маңдайы кең, кеудесімен иығы үлкен. Оның көзі кепкен жүзімге ұқсайды. Дәджалдың тек сол көзі көреді. Оң қарашығы не ісікке, не бос ойыққа ұқсамайды. Ал сол жақ көзінің үсті немесе асты қалың терімен жабылған. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам оны осылай дәл суреттеген. Достар, енді түсінген боларсыздар, мен неге олай айтқанымды осы бағанағы видеодан көрген боларсыздар достар. Енді достар, бұл жай ғана сондай нелер. Ал бағана бірінші видеода мен өзім ойнап көрсеткендерім, ол жай ғана сондай әтеге өзі істеп қойған. Free Fire көп адамдар ойнамасын деп өзі ойындардың барлығында сондай істеп қояды. Бірақ Clash of Clans, PUBG барлығында сондайлар бар достар. Себебі солай адамдар ойнамасын деп, балдар көп қызықпасын деп, сондай қорқсын деп, сөйтіп өздері істеп қояды достар. Бірақ та бұған сенбеңіздер, мен де өзім Free Fire ойнаймын, Free Fire'ды тастамаймын ешқашанда. Достар, осы видео ұнаса өтініш сіздерден лайк басып, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Қасынан шыққан неге қоңырауша десеңіздер достар, себебі қоңырауша келесі видеоны өткізіп алмау үшін, яғни сіз ең бірінші болып сізге сообщение баратын болады ютубтан. Ендеше сіздермен бірге болған Ера достар, және де комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Давайте, болды, бітті.